Махаббат деген не? Осы сұрақ көптеген жастарда да, үлкендерде де, әр заманның адамдарына қызық болған сұрақтардың бірі. Қазір біздің уақытта махаббат деген ол қыз бен жігіттің бір-бірін көріп, ұнатып, сосын жігіт қызға әдемілеп тұрып, жаңа достардың бәрін жинап, роза гүлдерін шашып тастап, жүректің формасында жаңағы свечаларды қойып, жағып, шарларды іліп, бір букет жаңа қызыл розаны алып, тізерлеп отырып тұрып, жаңа предложение жасап, ол қыз қуанып, жылап, иә деп жауап беріп, сосын салюттар атылып, бәрі шапалақ ұрып, шампан атылып, стористар кетіп, астына бәрі бақытты болыңдар, жаңағы бақытты болыңдар деген комментарийлер жазып, сосын үйленіп, тойда махаббаттарың мәңгі болсын деген жаңа тілектер айтылып, бесік тойға келейік, жаңа құда мың жылдық болсын деп. В общем, осы сценарий бізге шын махаббат болып көрінеді қазіргі заманда, бірақ өкініштісі сол тойдан кейін бір-бірін 2 жыл, 1 жылдан кейін сотқа беріп, жаңағы алимент төлетіп, анау алименттен қашып, бір-бірін жек көріп, жаңағы көрмегенім сен болсын деп жүрген адамдарды көргенде, сол эмоция, сол сезім, жаңағы керемет бір махаббат қайда қалды деген сөз келеді. Біз білетін махаббат ол менің түсініп білуімше, жоғарыдағы сценарийді алып қарасақ, ол дофамин деген гормон бар, гормон счастья дейді, бақыт гормоны. Жоғарыда айтылған қыз бен жігіттің әрекеті тура осы дофаминнің әсері ғана да, ол махаббат емес. Наркоман доз алу үшін, игроман ойнау үшін, алқаш арақ іздеуі тура осы қыз бен жігіттің бір-бірін қалап тұруы сияқты да, осы зависимость деген. Алқаш арақ ішсе, сол дофамин көтеріледі, ол адам күле бастайды, настроениесі көтеріліп, сол арақ ішкенше ол асығады, оның жолын іздейді, кіммен ішсем, қалай ішсем, қай жерде ішсем деп соған әрекет жасайды. Тура сол сияқты жігіт те қызды қуантып, оған эмоция сыйлап, оның жаңағы инстаграмға салып, ана лайк пен комментарийді көрген кезде не істейді, жігіттің жаңағы эмоциясы көтеріледі, дофамин көтеріледі, жаңа алқаш арақты ішкен сияқты жігіттің де эмоциясы көтеріледі. Яғни бұл наркотик сияқты. Қыз жігітке отырып қалады, жігіт қызға осылай отырып қалады да. Бұның арасында ешқандай махаббат жоқ деген сөз. Бұл тек қана осы гормондардың ойыны ғана да, наркоманның дозасы алған сияқты. Жігіт қызға гүл берді, қыз қуанды, жігітке дофамин ұшты, қыз ол гүлді алып та сторисқа салды. Жігітте тағы да дофамин ұшты. Тура сол сияқты қызда да осылай. Демек, әркім өз кайфын, өз басын ойлап жүрген нәрсе да бұл деген. Сырттай қарағанда керемет, бір не деген күшті пара, ойбай, күштісіңдер, әдемісіңдер деп бір ойлау мүмкін. Ал егер 1 сағат отырып осы екеуімен нақты сұрақтар қойып сөйлесең, қыз бен жігітпен, оның арасында махаббат деген мәрпіде болмайды негізше. Енді бұл жерде бәрі ондай емес, 5 саусақ бірдей емес деп жаңа розовый очки киіп алған ханымдар мен мырзалар осы жерде асықпаңыздар. Розовый очкилеріңізді бір күні сізден біреу тартып алады, сол кезде сөздеріңіз қайтып аласыздар. Бұл сөзбен бәрі осындай жаман, махаббат деген жоқ. Енді сонда не болды деген, не істейміз деген сұрақ келеді ғой. Бәрі ондай жаман емес, тек махаббат пен құмарлық, зависимость дейді, тәуелділік деген нәрсені ажыратып алу керек. Махаббат деген керемет сезім. Егер мен бір қызға шын ғашықпын, махаббат, енді ол қыз маған қарамай қойса, или ол менімен жүріп басқа жігітпен жүріп кетсе, басқа жігітке тұрмысқа шығып кетсе, яғни жауапсыз махаббат болып қалса да, мен ол қызды енді қызға деген сенім жоқ, қыздардың бәрі осындай мал екен, мен оған сеніп жүрсем, андай екен, мұндай екен демеймін да мен қызды. Оның артынан жүгіріп, оның мазасын алмаймын. Неге? Өйткені бұл махаббат. Менде ол махаббат бірінші кезекте жаңағы қыздың екінші адамның бақытты болуына бағытталған. Неважно, ол мені лақтырып кетті ма, маған қарамай жүр ма, мен сол үшін оған ренжіп, өкпелеп, қарғап жүрсем, ол махаббат емес. Ол эгоизм. Маған қарамады, мені бағаламады, мен ал ол болса осындай болып шықты деген обида болса, ол жерде қайдағы махаббат? Демек, шын махаббат ол екінші адамның бақытты болуы, және ол жауапсыз болса да, әділетсіз болса да, мен ол адамды жіберемін, оңай жіберемін, және оңай қабылдай аламын да. Қыңсылап, қайғырып, ішіп алып, жылап, өлем деп қоймаймын, мені тастап кетті, мені алдап кетті демей, мен үшін главный ол адам, екінші адам бақытты болса болды. Мен ба, или ол басқа адаммен ба, ол не важно. Бұл өте аз кездесетін сезім екен, бұл бәріне бір бұйыра беретін сезім емес. Сондықтан да қазір мынау не деп шайып отыр деп түсінбейтін адамдар болады. Алла бәрімізге осындай өмірімізде бір рет болатын, шын ғашық болды да, Алла бәрімізге нәсіп етсін. Ал енді біздің кездегі Санта-Барбаралар, ол не болды жаңағы, күйдім, алам, тием, сосын жаңа бір-бірін етін жек көретіндер, сен маған қарамай қойдың, сен маған айтпай қойдың, сен маған айтпай шығып қойдың, звондағанда алмадың, түнде онлайн болып отырсың, маған жазбадың, поматросил и бросил деп жаңағыдай осындай сөздер бар ғой. Бұның бәрі жай ғана құмарлықта, дофамин іздеген, доза іздеген жаңағы алқаштың, наркоманның
іс-қимылы сияқты да. Бұл жерде бір-біріне ренжу, өкпелеу, қызғану, уайымдау, күмәндану, оны контролировать етіп постоянно бақылау, екінші адамды. Осы сезімдерді махаббат деген нәрсе тудыруы мүмкін бе? Әрине жоқ. Демек біздерде ешқандай махаббат жоқ қазір. Факт осы. Қоғамда, айналада қайрасаңыз осы көріністі көресіз. Егер сен қазір қызбен жүріп, қыздар бір жігітпен жүріп, бір-біріңді бақылап, қайда жүрсің, не істеп жүрсің, кіммен сөйлестің, анаған қарап қойдың, мынаған қарап қойдың, анамен билеп қойдың, анау саған қарап қойды, сен жазбадың, келмедің. Бұның бәрі, бұл мен өлем деп біле, сен кінәлі боласың, өлсем, мен венамды кестім, мені қазір мосттан секірем деген ырың-жырың болып жүрсең, сенің жалғыз жүргендегі тыныш жағдайың негізі жақсы еді мына отношенияден гөрі. Бұл отношенияда сен жүйкең тозып, ұйқың қашып, аппетитің жоғалып, еще мен ғашықпын, мен сүйем деп қуып кетудің керегі жоқ, жігіттер. Ол дофаминмен оған деген одан сайын жаңағы оның дозасын арттырып беретін тағы да бір гормон бар, ол окситоцин деген гормон. Гормондарға қатты тоқталмай қойып, бұл гормондардың ойындары ғана да, яғни сенің махаббат деп жүргенің бұл гормонның ойындары ғана. Осы гормондарды реттесең, дұрыс ортаға түссең, сол қуып жүрген кезіңде көзің ашылып, қандай ақымақ болғанымда, қанша уақытымда нервімді болмайтын дүниеге құрттым деген бір осознание келеді. Трезво қарай бастайсың жағдайыңа, мас болып қуып кетпейсің. Ал адамдар қашан трезво қарай бастайды бір-біріне үйленіп тұра бастағанда, яғни бірге тұра бастағанда, бір-бірін жалаңаш көрген кезде, тек денесін емес, мінез құлқын, өмір сүру образын, өйткені адамның шын бейнесі үйінде көрінеді да, оның үйінде. Вот сол кезде жаңағы махаббат деп жүрген нәрсе қайда қалай боқсасып қалады. Сол үшін махаббат ол керемет сезім. Оны сезіну, түсіну бәрімізге бұйыра бермейді, бірақ бұйырсын. Ал құмарлық, ол тәуелділік болып қалу, ол жақсы нәрсе емес, бір адамға тәуелді болып қалу. Сондықтан қазір махаббат деп алданып, ертең маскалар шешіліп, махаббаттарыңыз боқсасып қалмасын десеңіздер, құр сезімге еріп, жаңа дофаминнің артынан қуған наркоман сияқты доза іздемей, таңдап алған адамдарыңызды зерттеңіздер. Ол адамды үлкенге де, жасқа да, сырттай болсын, ашық таныстырып болсын, көрсетіңіздер. Ол адамдардан кері байланыс алыңыздар, ол жаңа қыз туралы, жігіт туралы. Және де ол адамның ең бірінші үйін зерттеңіз. Қандай үйде тұрады, қандай отбасында тұрады, кіммен тұрады, әке-шешесінің қарым-қатынасы қандай деген сияқты. Мен осындай кездерде сіздің дофаминіңіз басылып, кішкене ақ-қараны көре бастайсыз, ғашықпын деп қуып жүргенде өз-өздеріңізге жаңағы сұрақ қойып үйреніңіздер. Мен осы адаммен отбасын құрып, бала тәрбиелеуге дайынмын ба? Осы қыз не осы жігіт дұрыс әке, ана бола ала ма, әйел күйеу бола ала ма деген сияқты. Оның да бір кемшіліктері бар ғой, сол кемшіліктерді іздеп табыңыз. 5 жылдан кейін мына адам не, бұл қыз жаңағы не жігіт қандай болады екен, түрі қандай болады, денсаулығы қандай болады, материалдық жағдайы қандай болады, оның ойы, сөзі қазір не істеп жүр, не айтып жүр, 5-6 жылдан кейін примерно жобалап білуге болады, что ол адам осындай болады деп. Сондықтан егер ғашықпын десеңіз, мүмкін просто сіз алданып жүрген шығарсыз. Кімге алданып жүрсіз? Әрине сіз өзіңізге алданып жүрсіз. Ғашықпын деп алданып жүрсіз. Сондықтан мына ғашықтық деген мәселені, махаббат деген мәселені қазіргі өзіңіздің отношенияңыз болса, осыған осы менің көзқарасыммен бір қарап көріңіз. Мүмкін шынында да сіз алданып жүрген шығарсыз. Келісесіз ба, келіспейсіз ба, оны комментарийға жаза кетерсіздер. Ал біз келесі видеоға дейін қош сау бол дейміз.